өз бөлмем туралы. Иә, балалар, Сәлеметсіз бе? Асхатты бола ма? Асхат өз бөлмесінде болса керек. Шақырайын ба? Иә. Асхат, балам, достарың келіп тұр. Балалар, кіріңдер. Асхаттың бөлмесіне барып ойнаңдар. Өу, Асхат, не болды? Тамаша, е? Асхат, мына құсты сыртқа жіберу керек қой, е? Білем, бірақ ол терезе жаққа ашпайды. Айналып жүр. Ал терезенің қайда екенін білмейтін көрінеді. Асхат, сенің бөлмен қандай керемет. Иә, Қайсардың балалар бөлмесінен үлкен. Кәусар, егер осылай айта беретін болсаң, сенің бөлмеңе көшем. Қайсар, Кәусар, тыныш енді. Мына қысты қалай бөлмеден шығаруымыз керек деп ойлап тұрсақ, сендер де бір. Мен білем. Асхат, жұқа көрпеңді ал. Қане? Асхат, балам, бәрі жақсы ма? Не дүрсілдеп жатқан, а? Барлығы жақсы, анашым. Біз мына жерде қызық бір ойын ойнап жатырмыз. Асхат, мүмкін бұл қыз ешқайда кеткісі келмейтін шығар? Мүмкін. Ол менің құсым болғысы келіп жүрген шығар. Асхаттың бөлмесінде айналып жүгіруге болады екен, иә? Расында да, Асхат, сенің бөлмең барлығымыздың бөлмелерімізден кең, әрі үлкен екен. Асхат, бүгін біз көрермендермен бөлме туралы сөздерді үйренбекпіз. Мүмкін сен өз бөлмеңмен таныстырарсың? Рас па? Бүгін мен үйретейін бе сөздерді? Иә! Балалар, бүгін мен сендерді өз бөлмеммен таныстырам. Жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Өйткені әдетте барлық балалардың бөлмелері бір-біріне ұқсайды. Жоқ, сенің бөлмеңе ешбір ұқсамайды. Жарайды. Бөлмелерге байланысты сөздерді жаттауға дайынбыз ба? Онда кеттік. Менің бөлмем кең. Менің бөлмем жайлы. Менің бөлмем ұқыпты. Бөлмеде үстел, орындық, керует тұр. Бұрышта аквариум тұр. Терезенің алдында гүлдер тұр. Терезе, гүлдер. Міне, балалар, бүгінгі сөздеріміз осындай. Бұл менің бөлмем. Балалар, айтылған сөздерді жаттап алдыңдар ма? Егер кейбір сөздерді жаттап үлгермеген болсаңдар, онда Асхат қазір тағы бір рет қайталайды. Жаңа үйренген сөздерімізді қайталайық. Жайлы, удобный, үстел, стол, орындық, стул, сөре, полка, ойыншықтар, игрушки, керует, кровать, ұқыпты, аккуратный. Менің бөлмем жайлы. Моя комната удобная. Бөлмеде стөл, орындық, керует тұр. В комнате стоят стол, стул, кровать. Терезенің алдында гүлдер тұр. На подоконнике стоят цветы. Бөлмемді ұқыпты ұстаймын. Комнату содержу аккуратно. Қалдарың қалай, балалар? Қазналы ата, жаңа әңгіме айтып бересіз бе? Айтайын. Қане, тыңдаңдар. Балалар, бүгін қазналы кітап сендерге қазақтың атақты хандарының бірі туралы жырлайтын болады. Ол Тәуке хан. Ерте заманда Салқам Жәңгір ханның отбасында бір ұл дүниеге келеді. Хан әулетінің қуанышы бірнеше күн қатарынан тойланып, ұлан ғасыр той болады. Баланың есімін Тәуке деп қояды. Салқам Жәңгір ханнан кейін қазақ хандығының тағына Тәуке хан отырады. Бұл кезде Тәуке
ел ағасы жасына келіп қалған, ақыл тоқтатқан. Мемлекет ісіне араласатын азамат еді. Тәуке жоңғарлар басып алған 32 қаланы қайтарып алған ерлігімен ерекшеленеді. Сонымен қатар Тәуке хан 30 жылдан артық қазақ елін басқарды. Оның іргесін кеңейтті, халқының санын өсірді. Ең бастысы, білікті басшы бола отырып, арнайы 7 жарғы заңын шығарды. Ой. Асхат, неге жылап жатсың? Мен бұл құсқа үйреніп қалып ем. Менің бөлмем ұнамай қалған шығар. Жылама, Асхат. Маған сенің бөлмең қатты ұнайды. Егер қаласаң, мен келіп тұрам сенің бөлмеңде, иә?